Арыз жазатындарын білесіз. Қазақ балаларды азырақ қабылдасаңыз болмай ма? Оқуға келген қазақ баласын көрсем, баяғы өзімнің 100 шақырым жер жүріп Торғайға оқуға барғаным есіме түседі. Ақыры, бүкіл қазақтың балаларын оқуға ала алмайсыз. Бір-екі балаға бола өзіңізге зиян келтіріп алмайсыз ба дегенім ғой. Бүкіл қазақтың баласын оқуға ала алмай, бірақ бүкіл қазақтың баласы қалай да оқуы керек. Анығында мен қарапайым халық мұғалімімін. Оқыған оқуым да көп емес. Аз. Сол аз білімді қайткенде ел мүддесіне, ел мақсатына жұмсаймын деп ой кешкен адаммын. Менің ісімде тарихтың сынына түсір. Қазіргі жастарға айтарым. Мен де өздеріңдей адам. Менің азды көпті істеген ісім болса, соның бәрі осында отырған қай-қайсының да қолыңнан келеді. Мен оған кәміл сенем. Қарқаралыда жүріп әрине, 60 баланы оқытқан жақсы. Бірақ 6 миллион халыққа арнап газет шығарып отырған бүгінгі ісіміз артығырақ болар. Оның ішкі мазмұнын айтпағанда, атының өзінің атқаратын қызметі бар. Ең болмаса, айналайын жұртым-ау, сенің атың мынау, қазақ деп еске салып тұрады.